Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Ақтөбеде төбелес кезінде 2 жасөспірім қаза тапты. Жанжал Instagram әлеуметтік желісіндегі қақтығыстан басталған. Ақтөбеде топтық төбелес болып 2 жасөспірім көз жұмды деп хабарлады Түркістан.кз. 3 қаңтар күні сағат 00:10 шамасында 102 пультіне Ақтөбе қаласы Қызылжар ауылында орналасқан алмаз дүкенінің жанында топтық төбелес болып жатқандығы туралы хабарлама түсті. Оқиға орнына полиция басқармасының жедел тергеу тобы мен облыс прокуратурасының басшылығы шықты. Бұл дерек бойынша ККТ-ның 99 бабының 2 бөлігінің ККТ-ның 1.9-14 тармақтарымен қылмыстық іс тіркелді. Алдын ала деректерге сәйкес 2 қаңтарда Instagram желісінде кәмелетке толмаған А және В арасында жанжал туындап, нәтижесінде В келесі күні алмаз дүкенінің жанында кездесуді ұсынған. Сағат 23:00 шамасында топтық төбелес барысында кәмелетке толмағандар А және С пышақ қолдану арқылы келтірілген дене жарақаттарын алған, делінген Ақтөбе облысының прокуратурасы таратқан хабарламада. Олар алған жарақаттарынан есін жимастан көз жұмған. Қылмыстық іс бойынша процесс прокуроры тағайындалды. Тергеу барысы облыс прокурорының жеке бақылауға алды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.